Қайырлы күн баршаңызға. Жаңа жыл қарсаңында сіздерге осындай сүтті қыз тортының рецептісін ұсынамын. Ауызда еритін торт. Тортты міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге жұмыртқа, ерітілген сары май, қопсытқыш, ұн және сгущенка керек. Ең алдымен жұмыртқаны аппақ қылып соғамыз. Содан соң ерітілген сары майымызды құямыз. Сгущенканы қосып, тағы да соғамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, араластырып аламыз. Содан соң массамызға аз-аздан сала отырып, тағы да соғамыз. Противенге пергамент қағазын жаямыз. Мен форманың астын алып тастадым және осылай 3-4 қасықтан салып пісіріп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 6-7 минуттай. Корждарымыз дайын. Әр қайсысын үстіне қоймаңыздар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки, қант және творожный сыр керек. Ең алдымен қант пен творожный сырды араластырып аламыз. Содан соң сливкиімізді құйып, біріккенше соғамыз. Креміміз дайын. Енді корждарымызды жинаймыз. Мен шамамен 3-4 қасықтай крем салдым. Тортты қалауынша әсемдеуге болады. Сүтті қыз тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.